Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір біз сіздермен қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы етістік. Мақсаты: тірек сөздерді қатыстыра отырып берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Ең алдымен сабағымызды бастамастан бұрын, алдымен білетін алдыңғы білімді еске түсірейік. Етістік дегеніміз не? Ойланыңдар, еске түсіріңдер. Етістіктерге қойылатын сұрақтарды атаңыздар. Өсті, ойнады, сайрады сөзіне сұрақ қойыңыздар. Ал енді кітабымыздың 73-ші бетінде 106-шы сабаққа қарайық. Суретке қарай қойыңдаршы, қандай әдемі суреттер. Қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктемде табиғатта көптеген өзгерістер орын алады. Өсімдіктер әлемінде, жануарлар тіршілігінде, құстарда, жер дүниенің барлығында әдемі өзгерістер басталады. Жер анамыз 6 ай бойғы ақ көрпесін шешіп, тіршілікке оралады. Яғни осы суретке қарай отырып, біз үйде мәтін құрастырып жатамыз. Мәтінімізді көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты деген әдемі сөйлемнен бастаймыз. Және сол жазған сөйлемімізде етістіктерді тауып, астын сызуымыз керек. Келесі тапсырмаға қарасақ, берілген заттардың бәріне ортақ етістікті тап дейді. Бірінші бағанда балық, кеме, үйрек. Ортақ етістік қандай болады екен балалар? Бұлардың барлығы қайда болады? Дұрыс. Әрине, барлығы суда болады. Сондықтан жүзеді деген ортақ етістікті аламыз. Балық жүзеді, кеме жүзеді, үйрек жүзеді. Екінші бағанға қарайық. Бүркіт, ұшақ, инелік. Ал бұлардың барлығына ортақ етістік қандай екен? Барлығының қанаты болғандықтан, ұшалатындықтан қандай етістікті аламыз? Ұшады етістігін аламыз. Яғни бүркіт ұшады, ұшақ ұшады, инелік ұшады десек, еш қателеспейміз. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Сөздерді үлгі бойынша сұраққа жауап етіп жаз. Бұдан қорытынды жасап көр. Сөйле, оқы, жаз, кел, жақ етістіктері берілген. Ал енді үлгіге қарайық. Бірінші бағанда не істеді деген сұрақ тұр. Тасыды, тікті. Сөйледі, оқыды, жазды, келді, жақты. Не істейді? Тасиды, тігеді, сөйлейді, оқиды, жазады, келеді, жағады. Ал енді бұдан қандай қорытынды жасайды екен, біз ойланып көрейік. Қандай айырмашылықтары бар бұл етістіктердің? Дұрыс. Не істеді деген кезде, сұрақ қойылған кезде, сөйледі, оқыды дегенде іс-әрекеттің болып кеткендігін білдіреді. Ал не істейді деген сұрақ қойылған кезде, іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Тасиды, тігеді, сөйлейді. Яғни іс-әрекет әлі орындалған жоқ, алдағы уақытта жасалады. Осындай ой қорытындысын жасасақ қателеспейміз.
9-шы жаттығуға назар аударайық. Анаңмен зоо дүкеніне бардың. Саған тор ішіндегі тотығыс қатты ұнады. Сатып алу туралы өтінішіңді анаңа қалай жеткізесің? Ол үшін төмендегі 3 өтініштің қайсысын таңдайсың? Анашым, мен мына тотығысты аламын. Анашым, мына тотығысты алып беріңізші. Анашым, әдемі тотығыс екен, алайықшы, мен өзім қарауға уәде беремін. Ал, балалар, сендер қайсысын таңдайсыңдар? Әрине, 3-ші жолдағы өтінішті таңдағанымыз дұрыс. Өйткені аналарға өтінішті үлгілі, әдепті етіп жасауымыз керек. Сол кезде анамыз біздің айтқанымызды орындайды. Ал 10-шы жаттығуда балалар, ақылды бала айтқызбай біледі деген сөйлемді әрбір бас әріптің, кіші әріптің биіктігін және сөздердің ара қашықтығын сақтай отырып, көркем, әдемі жазуымыз керек. Біздің балалар өте ақылды балалар және әдемі жазады деп сенемін. Ал келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Түрлі суреттер берілген. Аңдар, бунақденелер, құстар. Үреді, сайрайды, ызылдайды, ақырады. Осы сөздерді сәйкестендіруіміз керек. Не үреді? Ит үреді. Не сайрайды? Дұрыс, бұлбұл сайрайды. Не ызылдайды? Ара ызылдайды. Не ақырады? Арыстан ақырады. Осылай сәйкестендіруді осылайша жасаймыз. Енді білімді бекітуге арналған тест сұрақтарына назар аударайық. Етістік дегеніміз не? А. Заттың атын білдіретін сөздер. Қимылды білдіретін сөздер. Б. Заттың түр-түсін білдіретін сөздер. Ал қайсысы дұрыс екен? Ойланып көрейік. Бірінші сұрақта дұрыс жауабы бөлімі. Қимылды білдіретін сөздер десек қателеспейміз. Екінші сұрақ. Етістік тобын тап. А. Аспан, су, жаңбыр. Алма, қызыл, кітап. Б. Оқыды, жазды, тербеледі. Ал балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Етістік тобындағы сөздерге қайсысы жатады екен? Ойланып көрейік. Дұрыс. Б. Жауабы дұрыс. Не істеді? Оқыды, жазды, тербеледі. Яғни Б жауабы етістік тобындағы сөздерге жатады. Енді балалар, үй тапсырмасына назар аударыңыздар. 6-шы жаттығу 70-ші бет оқулығымызда, яғни көктем туралы мәтін құрастырамыз, жазамыз және етістіктердің астын сызамыз. Ең алдымен жазған мәтінімізге тақырып қоюымыз керек. Тақырыпты көктем, көрікті көктем, көктем келді, тағы басқа тақырып қоюға болады. Содан соң 10-шы жаттығуды көркем етіп, әдемі етіп, үлгілі етіп жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.